على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار. هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألحان وأطيار. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار. مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار. هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألحان وأطيار. أسماء ترسم ألحان الوفا كلما يبدو بديعا على خير وإيثار. ومريم ترتوي بالحب قد بعثت ألفاظها فرحة تروى بأمطار. كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار. كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار. كل التباريك تجري هيا وبها كل الدعاء لنا. Біреуді іштен пістіріп жіберген шығар, тағы да басқа шығар. Но біздің әулет үшін бұл үлкен бір тарихи мәлімет. Сондықтан осы деректі фильмді көргендеріңізге рахмет, назарларыңызға. Ал енді мынау ас келіп жатыр, үлкен ас, содан тамақтан ас алыңыздар. Мақұл айналайын. Үлкен мынау Тасын ағамыз енді еңбегімен ер атанған былайша аңыз адам ғой. Көп мағлұматтар жинап, мынау өте бір үлгілі, жақсы өткізіпсіңдер, айналайын, жақсы ұйымдастырыпсыңдар. Көп нәрсе еске түсіп жатыр. Аумин десең міне бата, дарысын қыдыр ата, қыдыр қияласын, періште аласын, бақыт берсін, бас берсін, өмірлерің ұзақ жас берсін. Кетпес ырыс кең пейіл берсін, жарылғанға жалғассын, қарғанға қалыссын. Қарындарың тоқ болсын, уайымдарың жоқ болсын, шүпірлеген балашаға көп болсын, дастархан қуанышқа жайылсын. Алды пеш, арты кенш болсын, ағамыз жатқан жер жайлы болсын. Ойбан аға, айтқаныңыз келсін. Ал енді тамақтан алып отырыңыздар. Егер де Тасын Жәкем туралы ойларыңыз болса, айтам деген. Маған айтасыздар, мен микрофон алып келем.
Ağız verirsin. Ekonomik провокация. Жоқ па?
Құрметті ағай, енді Құсыбай ағам тапсырған туралы бесігін ортаға салғысы отыр, сол кісіге келейік. Құрметті құда жекжат, осы бүгінгі асқа жиналған қауым. Қазір ғана Жәкем Торабы жақсы документальный фильм көрсетті. Бұның авторы да, сөйлеп отырған азамат та қайсы болса да, мынаған бір айда емес, бір жыл дайындалған дүние деп есептеймін. Бұл өзі әулеттің, Жәкемнің әулетінің тарихын көрсетті. Ал енді біз бүгін сол тарихтыға басшы болған, тірі болғанда жүзге келетін Тасын Жәкеміздің ескі алуасында бас қосып отырмыз. Жаңа естілікті біраз әңгіме айтылды. Жәкем туралы жақсы азаматтар өзінің бауырлары тілегін айтып жатыр. Біз енді сол кісінің кішкентай кезімізден тәрбиесін көріп, Дулат екеуміз бір мектепте оқып, бір жылы 1975 жылы сол мектептің түлегі болғанбыз. Ал еске алатын болсақ, Жәкем өзінше бір тұлға, сол заманның тұлғасы. Жаңа бір әкпе жақсы айтты, сол Үшарал елдің ауызбіршілігіне, тыныштығына, сол менің әкем Әбдір екеуі соған қатты еңбек етті. Жәкем туралы айтатын болсақ, ойымызда көп нәрсе келеді. Мен 1980 жылы осы органға кіргенде, мен кадрдан бастадым. Сол кезде Жәкемдер жиналыс кенді көріп тұратындығым. Ол кезде ұвыды деп айтайды, Наждан екіде сол жерде построение болады, сол жерде көрем. Екінші жағын айтатын болсақ Жәкем туралы, Жәкем тек қана өз тұлға болған жоқ, ол жақсы азаматтарды тәрбиеледі. Соның бірі өзі оқу апарып, оқытып, келешекте милиция болсын деп, соның бірі бірегейі марқұм Сейтбек Саттаров. Оперден бастап, Тараздан, соны Жаңатастың бастығында барып, подполковник званияны алып, сол жанып тұрған Жаңатасты өзі басқарып биледі. Ол билегенде тек қана өз басын ойлаған жоқ. Ол бүкіл Түгіскеннің жақсы азаматтарын милицияға тартты. Соның бірі міне Айтжан, Тойшыбеков айтып атқандарың. Оның начальник роводы болды, УВД-ның орынбасары болды, ГАИ-дің бастығы болған, сол алақандай Түгіскеннен шыққан жігіттің азамат. Одан кейін Данияр Мұсаев, ода роводың бастығы болды, УВД-ның замы болды, транспортсы екеуі де полковник. Міне соның бәрі Тасын Жәкемнің берген ықпалы. Сол Жәкеме қарап бізді өстік. Кейін органға кірдік, қызмет ұстадық. Талас аудан начальник милиция болған кезде, оқыста пенсия кетіп қалған кез. Соның міне көзін көрген осында Болат Күлкеев отыр, Алтынбек мінеке отыр. Бәрі бірге істеген Талас ауданында. Соның аяғын біз алып қалдық. Сол кезде бізде сол Талас ауданның Үшаралдан шыққан Тасын Жәкем болса, капитан болып, мен Үшаралдан шығып, полковник шенде дейін көтеріліп, бір аудан басқарғанбыз. Міне, біз бойымызды Жәкеме қарап түзедік. Жақсы тәрбие, елге деген тыныштығын ойлаған азамат кісі еді. Жәкеммен жейшем жатқан жері, жайлы топырағы торқы болсын деймін. Ал енді жаңа өзің содан ұрпақтарын көрдіңіздер. Қандай керемет. Немелері шетелде оқып, кандидат болып отыр. Алды медицина саласында істеп, мамасы сияқты Дулаттың үйіндегі қыздар. Соған біз қуаныштымыз. Талғаттың өзі жаңа айтып отыр, полковник КНБ болған. 93 жылы мен роводан басып болып тұрғанда қағаз түсті. Тасын Жәкем баласына запрос жасап, осы КГБ-дан осы азамат қалай біздің КГБ ұлттық қауіпсіздік комитетіне қызметке лайық па деген. Сонда біз соған жауап бергенбіз. Сол бала мінекей полковник КГБ болып, пенсияда қазір, отставкада. Бәрін айтты, бірін айтты. Бүгінгі махамдардың әулеттері,
мынау ниеттеріңіз қабыл болсын. Қазақ айтады ғой, өлер заманбай тірі баймайды дейді. Ол байлық дегене, ол рухани байлық, еске алу, келешекте ағайын басын қосу, онан кейін өсіп атқан ұрпақтарын бұлар кім еді, қай әулет еді. Жағы сол бір тасынға тірелмей, бүкіл жеті ұрпағını таныстырып атсын. Сондықтан мына әулеттерің өсе берсін, өне берсін, ұрпақтарың көбе берсін, ниеттерің қабыл болсын. Бүгінгі 100 жасап атқан жәкеміздің әруағы бәрімізді қолдап жебеп жүрсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет. Рахмет аға. Рахмет Құсығой аға. Енді көзін көрген өздеріңіз ғой. Долат болғанда орталарыңыз отырады деді. Үйдің үлкені болғандан кейін олды ерте кетіп қалды. Болат аға сізде? Жақсы. Бисмилlah. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қайырлы күн, игі жақсылар, жамағат. Аса бір еске түсірудің ішіндегі бір керемет жақсы отырыс болып жатыр. Енді жаңағы кішкентай ғана документальный, бір сағаттық документальдық саны бәрін көрсетіп кетті ғой. Бірақ сырттан көруде бірге жұмыс істеудің орны бөлек болады. Мен енді Тасын жәкемізбенен бірге жұмыс істедім. Қазір сол кісімен бірге жұмыс істегеннің көз тірісі бірегейді мен қалыппын. Осын Дүзелбаев Серік деген азамат бар. Ол қазір 80-ге толып жатыр, жүре алмай қалды. Сол кісімен бірге жұмыс жасаған, көзін көріп, көргендер көп, осында отырғандар барлықтарыңыз отырсыздар. Бірақ бірге жұмыс жасағандардың ішінде қалғаны мен сияқтымын. Сердалы деген азамат бар, ол да жүре алмай қалыпты. Осы бірге жұмыс 4 жыл қатар жұмыс істеппін. 80 жылдың басында келген кезде ол кісінің бірінші рет көрдім. Бұрын білетін біз қатал адам деп. Милицияның ішкі жұмысының өзі бөлек болады. Бұл Тасын жәкеміз туғаннан сол тәртіптің жаршысы болып туған азамат. Анау бізде Жазылбек Қуанышбаевты, Ыбырай Жақаевты, даланың профессорлар дейді, біреу малдың, біреу күріштің, біздің Әбдір жәкемізді сол туған дерек. Бұл сол біздің Тасын жәкеміз. Осы милиция саласының профессоры, оқымаған профессор деген атаққа лайық азамат. Енді мүйізі қарағайдай аудандар бар. Союзда, одақта, оның ішінде Қазақстанда, Жамбыл облысында үлкен аудандар болды. Соның ішінде кішкентай ғана Талас ауданынан бүкіл Москваның беті қарап отырған Правда газетінің тілшісі келіп, сол кісімен жолығып, Анискин изучаралы деп мақала жазған. Біз ол кісіні жазған адамды мен өзім көзім көрді. Сонша жерден іздеп келіп, сол кісіден интервью алып, Анискин изучаралы деген біз таң қалдық. Бір кішкентай ғана ауданның атын сол кісі шығарды. Осындай Талас ауданы деген аудан бар. Әншінде ешкімде қарамай Таласқа. Ал енді ол кісінің профессорлығын айтатын болсам, мен енді оқу бітіріп кеп, кеудеме намысып, желесіп тұрған кезімізде бізге үлкен ақыл кеңес берген адам. Ол кісінің өзі профессор, өзі начальник милиция, өзі сот, өзі прокурор десе де болатын еді. Заң саласын өте жақсы білетін. Ол кісіде бірақ кемшілік бар. Бірақ кемшілік ол почерк. Менің кісім, жәке, сіз мына почеркіңіз сәл-сәл, енді мен жасым 60-ға келгенде почерк түземеймін ғой деп айтатын күліп. Бірақ бір жерде сол ауылда бірінші болса, мен келсем бәрі документ дайын тұрады. Сонда ақыл айтатын, мынаны былай деп. Біз енді керемет білгіш болсақ та, ана кісінің білгеніне таң қалатынбыз. Сондай адамнан біз тәрбие алдық. Жаңа Қыстабай айтып отыр, соның тәрбиесін көрген мен бірінші кезекте мен өзім көргем, менің үйімде болған. Менің әкем Құлекей Әбдірәсіл екеуі қатар. Сол бір әңгімесінде отырып, солардың көзінше маған әр нәрселерді айтып, жақсы бір нәрселерді айтып, осы деп менің әкем оны қолдап, мына Тасыннан сен үлгі ал. Бұл орны бөлек азамат деп, сол кісіден көп үлгі алдық, көп тәрбие көрдік. Соның арқасы шығар. Сол жаңа Қыстабай айтқан дәрежеге жеттік. Үлкен жаңа ол кісілердің жете алмаған полковник деген атағын алдық. Одан да жоғары алатын бек, енді білмейміз, Алланың өзі солай болған шығар. Бірақ Тасын жәкеміз деген, мынау бізде
Сол кезде Өмірбаев Қонар деген начальник милиция болған, милицияның бастығы. Сол ішкі жиналыстар көп болады ғой. Сол кезде жаңағы Тасын Жәкеміз сөйлейді да, начальник милициядан бастап бәрін түгел сынап шығатын. Партияның сағы кезі, Совет өкіметінің кезі, партиялық жиналыста прокурорды, сотты сынап тастайтын. Өмірбаев Қонар деген подполковник сол кезде айтады, не, мына Маханов сөйлесін. Бір жиналыста Маханов сөйлемей кетпейтін кезең болмаған. Сол кісінің барлық сөзінің бәрі мірдің оғындай тұп дәл сынап, мінеп, айтқан сөздердің бәрі дөп тиіп жататын. Сондай кісінің тәрбиесін көрдік. Аллаға мыңда бір шүкіршілік. Қазір бүгінде сол ұрпақтарымен араласып бірласып жатырмыз, немерелерін білеміз. Алла тағала Жәкеміздің жатқан жерін жайлы топырағын торға қылсын. Әлі мен айтам, прототипін Маханов Тасын қып, участковый инспектор деп көркемдік кино түсірсе де болады. Оған бір жақсы сценарий жазатын адам болса, кино түсірсе, бір нағыз прототип болатын адам. Біз барлығымыз бастық болып деп жүреміз, бірақ Тасын Жәкеміздің орны бөлек, жөні бөлек, жолы бөлек азамат. Ол любой киноға кейіпкер болатын адам. Сондықтан келешекте ұрпақтар осы естеріңізде болсын. Аман болыңыздар. Мына Тасын Жәкеміздің 100 жылдық мерекесі құтты болсын. Енді 100-ге толғаннан кейін оны өліп қалған адамға қанша дегенмен де мереке деп айтқан дұрыс болар. Осы Жәкеміздің бар әрбір сөзін, әрбір әңгімесін кейінгі ұрпақтарға жеткізе берсін. Мына бүгін газеттен оқып жатырмыз. Ұрпақтар соны оқысын. Алла тағала барлықтарыңыздың отбасыларыңызда жақсылық болсын. Бүгінгі оқылып отырған Құран дұғалар қабыл бола берсін. Рахмет. Рахмет аға, рахмет. Сөйлейсіз бе? О. Құрметті ағайындар, құрметті құдалар, ел жылда, ел жаңа 100 жылда қазан дейді. Міне Тасын құдамыз 100 жылға келетін жылын бала шағасы еске түсіріп, Құран бағыштап. Бұл кісінің өзі әр қадамы, анау Шарал ауырының өмірінен шыққаның өзі тарих. Сол кішкентай ауылдың үлкен бар байлығын, салт дәстүрін бойына сіңірген кісі осы кісі. Бар қарындаштарын жанына тастамай, түгел сол әулетті жаңа біз телевизордан көрген, бәрін көрген жоқпыз ғой, соның бәрін қамқорлап жүрген кісі. Үйренері көп кісі еді. Шарал ауылы Әмбебап ауылы болды. ГРП болды, геологоразведочная партия, орыс неміс болды, қазағымыз болды. 17 ұлт тұрған. 17 ұлт тұрғаннан кейін қақтығыста, шоқтығыста көп болатын тұғын. Соның бәрін біз бала кезімізден Тасын келетір, капитан келетір деген кезде көшеде тым тырыс болады, итке дейін қашып кететін тұғын. Тәртіпте өте жосқы үйретті. Сол 4 ауылдың ортасында жүріп, кәсіби өте жоғары болды. Деңгейі қазір естіп біліп отырсыздар, жақсы әріптестері де жақсы айтып жатыр. Ол кісінің отбасымен біз құда болдық 84 жылы. Әкеміз ол кезенді көрген жоқ. Шешеміз бәріміз сыйласып келатырмыз. Роза деген мен жеңгем, сол кісінің қызы. Әлі де сыйласып келатырмыз ұрпақтарымен. Бұл кісіге отбасының ұрпақтарына тек қана мың алғыс айтамыз, жақсылық тілейміз, ашық аспан болсын, берекелі өмір болсын, рахметтен басқа ештеңе жоқ. Қабыл болсын құдайлар. Рахмет, құдаке. Так, кімінің жаңағы айтатын деген ойлары бар. Нағашылар жақтан кім бар? Ешкім жоқ, жақсы. 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 Құрметті бүгін
мақаным тасын құдамызды еске алып, кешіне жиналған көпшілік қауым. Мына тәкеңмен бізге, тәкеңмен құда болғанымызға 40 жылдың төңірегі болды. Тәкең жаңа бәрін мақтаудың бәрін айтып жатыр. Рахмет. Өте сондай жақсы кісі еді, әділетті, шыншыл, бірақ сөйлейтін кісі. Артында қалған ұрпағы оңалсын, немерелері өзі көрмеген жақсылықты немерелері бала шағасы көрсін әр кезде. Мынау ұл қыздарының, келіндерінің жасап отқан бүгінгі мынау 100 жылдық мерейтойына жасап отқан дастарханы кең болсын. Дастархандарың тек қана Құдеке жақсылыққа жайылсын. Үйлеріңізде той болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Егеменді Қазақстанымыз жасасын. Әр кезде немерелеріміз, бала шағамыз биіктен көріне берсін. Рахмет ұл қыздарына осындай отырыс жасаған. Рахмет, Құдеке, рахмет. Орал жеңге. Барам. Мына мені Орал жеңгем, айтасыз ба? Өзім айтам ғой. Жарайды, бағанадан бері. Көпшілік бағанадан бері осы Жәкем туралы кинода көрдік, жақсы әңгімелер естік. Соның ішінде Жәкемнің жиені Сейітбек туралы да өте мағыналы жақсы лебіздер айтылды. Мен сол Сейітбектің әйелімін. Аллаға шүкір, енді өсіп-өніп отырмыз. Сол бір ауыз енді осы жерде жақсы сөз айтпаса маған да ұят шығар. Рахмет, осы балаларының елді жинап, еске түсіріп, бүкіл әулетті, үрім-бұтақты жеке-жеке айтып жатқанында өте бір ерекше болды. Жақсы әкенің көлеңкесі балаға көпір дейді. Міне сол Жәкемнің жақсылығы бала шағасына, ұрпағына көпір болып отыр. Осыншама ел жан-жақтан жиналып отқанның барлығы сол Жәкемнің еңбегінің арқасында. О кісі өте бір адал, қарапайым, бағанадан бері айтып жатыр ғой, туысқандары, бауырлары өте бір сондай өз заманының көзі ашық азамат еді. Жақсылап қалаға келсе, біздің үйден шай ішкен жақсы көретін біз әңгімелесіп. Мен жаңағы Үбайды әкпем ғой менің, әкпе деп арасында қалжыңдасып та қоятынбыз, енді жарасса да, жараспаса да. Мінекей сондай кісілер өмірде болған екен. Жаңа айтып жатыр ғой, 100 жылда бір келеді деп. Енді ұрпақтары өсіп-өніп отыр, керемет мағлұматтар естіп жатырмыз. Адам ұрпағымен 1000 жасайды деген осы екен. Жақсы, мынау артындағы ұрпағына, балаларына, шөбере немерелеріне айналайын рахмет, өсіп өне берсін. Елімізде тыныштық болып, халықтың, қазақтың бірлігі арта берсін демекпін. Жақсы, рахмет. Мынау Талғатқа әсіресе келін, Талғат, мінекей хабарласып, бәрімізге жеке-жеке қал жағдайымызды сұрап айналайын. Мінекей нағыз Жәкемнің ұрпақтарысыздар. Рахмет сіздерге. Сіздерге рахмет. Енді ағайын, мен қазір бір үлкен адамға тос берейін деп отырмын. Өзінің ойын айтайын деп отыр. Тасынның мұны жерде қарындасы отыр. Алтынкүл. Әкпе. Ал. Бастаңыз. Көпшілік тыңлаңыздар. Мен 90-ға келген анамын. Менің өмір тарихым белгілі. Енді мынау жиын жасап, үлкен 100-ге келген Тасын ағаның балаларына рахмет айтам. Мынау жиын өткізіп, көптің басын құраған, елге келіп атқан уақыттарын бөліп атқан көпшілікке рахметімді айтайын. Мынау үлкен ырыс дәулет болсын, Ташжүрек әулетіне келіп атқан бала шағасылардың уақыттарын бөліп, Тәкеңнің 100 жылдығын өткізіп атқан Ташжүректер әулетіне көп рахмет айтам. Енді мен осы жасап атқан келімен балалардың бәріне айтатыным, менің жолымды берсін деп тілейін. Мен дүниеге 6 бала
6 kız ösürgen anamın. Madgereynim. Allah mağan olsa devlet bergen. Kudayga rahmetimde aytam. Allah sonu kabul görsün. Berine analık 12 balanı ösürüp atkan. Men anamın menin jolumdu versin sizlerge. Dastarxan berekeli olsun. O ayak bir rahmet. Al tағы da шақырын. Бүгінгі жиналған көпшілік Тасын Жәкемнің балаларының беріп жатқан асы қабыл болсын. Мен 1976-77 жылы Үшарал ауылында мектепте мұғалім болып 1 жыл Жәкем үйінде жаттым. Жәкем менен Үбәйде жейшемнің төрінде күнде пісірген асын жеп, еңбек етіп, Үшарал халқының балаларына өз әлімше білім бердім деп ойлаймын. Мына жерде бір кісі танып отыр, рахмет. Мен ол Үшаралда Жәкем үйінде болғанда мына Талғат, Сәкен, Роза, Гүлмира, Манат бәрі мектеп жасындағы балалар еді. Осыларды көріп, бүгін осылардың беріп атқан әкесін құрметтеп сыйлап атқанына қарап, Жәкемнің тәрбиесінің бекер еместігіне көзім жетіп отыр. Жәкем бізге қандай құрмет көрсетсе, балалары да мінеке Жәкеме құрмет көрсетіп отыр. Рахмет, Жәке, жатқан жердің жайлы болсын, балаларың өзіңе лайық, атыңды шығарып, мінеке елдің басын қосып отыр. Тек қана жақсылық, амандықта тойда кесек. Рахмет, Жәкемнің балалары. Мұнда жақты. Тәке, ау. Жақсы. Ас қайрайық па? Ал, жақсы. Так. Жақпар ағам қайда? Ал. Нағашқы берем бе? Ал, аумин. Түбі нағашы. Ал, ас қайры жіберіңіз. Ya Allah Құдай оңласын, әрбақ қолдасын. Мына бүгінгі беріп атқан садақаларың қабыл болсын. Алладан рахым пайғамбары шабағат бол, Құдайдан тілектерің қабыл болып, мына істеп еткен еңбектерің жемісті болып, Жәкемнен тараған ұрпақтар сол Жәкеммен қатысты ағайын туғандардың бәрі өсіп, өніп, көбейіп, жақсылық болып, осы тұрған бәріне Құдай денсаулық беріп, денсаулықтың арқасында сіз біздесіп, аман есен келесі жолы жақсы ниет, жақсы тілекпенен үлкен дастарханның басында бас қосуға Алла нәсіп етсін. Әумин. Ал енді қазір енді Құран оқытылады ғой. Құран оқытылады, сол Құранның алдында мен өзім бір аяқтап жіберейін. Заключительный өзім ойымды айтып жіберейін. Біріншіден, ағайындар, келгендеріңізге мыңда бір алғыс. Тасын Жәкемнің көзін көргендерін бәрін отырсыңыздар. Бұл негізі 100 жас деген ол ғасырлық өмір ғой. Жәкемнің бұл өмірі жақсы өтті деп ойлаймын. Сондықтан бұл кішкене ерекшілігі, жұлдыздық асын, сол жаман баладан тараған, сол бағанағыр бәрі айтылытқан бүгіл әулетті басын қосып, мына жерде Аюбек, Шилбектің балдары отыр. Солардың бәрін басын қосып, бір үлкен бір ас жасайын деген бір шара болып еді, оның жүзеге асқанда мен өте қуаныштымын. Алла осындай үлкен әулетіміз, бәйтерегіміз аман болсын. Егер бір-бірімізге деген дұрыс оймен, сондай көңілмен жүрсек, бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Осы жағдайға жеткеніміз, сол Тасын Жәкем, жаман баладан басап, 100 пайды көрдім мен. Мақаның қолына тәрбиесі алғанмын, сол кісілердің тәрбиесі деп ойлаймын. Тағы да келгендеріңізге рахмет, Алла разы болсын. Енді имам, Тәке, бір Құранды оқып жіберіңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилля раббил аламин. Құрметті ағайын, Талғат Мырза арнайы әкесіне бір Құран хатын тапсырып беріп еді, соны бағыштап қойайық, біраз аят оқып. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهنا آمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا تواب رحيم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب Ey жаратушы жалғыз Алла Тағала өзінің разылығын оқып өткен қатмил Құранымыздың сауабын және бүгінгі арнайы Құдай жолынан етіп тарқатып жатқан қайыр садақалардың сауабын Алла бүгін ортамыздан озып жатқан есімізге алып жатқан Махан баласы Тасын Кәрияның рухына бағыштады. Және де оқылып өткен Құран қатымыздың сауабын осы әулеттен туған алдарын өткен ата-бабалары Кенжебек Қуатбекқызы Уайдаға бағышт еттік. Жаман баладан бабадан тараған жаман балалары Ақсақалдың рухына, Тақырбастың рухына, Несіпбайдың рухына, Ұзақбайдың рухына, Мейлібектің рухына, Байсақалдың рухына, Омар, Қырықбайдың рухына бағыштап. Ақсақалдың балалары Шилібектің рухына, Аюбектің рухына бағыштап. Шилібек баласы Қошқарбайдың рухына, Шилібек келіні Бештай қызы Марияштың рухына бағыштап. Шилібек баласы Сүлеймен рухына бағыштап. Шилібек келіні Тұрғанбай қызы Шәрикүлдің бағыштап. Шилібек келіні Сатиял қызы Жанаттың бағыштап. Аюбек баласы Қодырбектің бағыштап. Аюбек баласы Оралбектің рухына, Аюбек келіні Түмен қызы Меруерттің бағыштап. Жаман бала келіні Шойбек қызы Айшаның рухына бағыштап. Жаман бала келіні Зейнептің бағыштап. Несіпбай баласы Жүсіпбайдың рухына, Маханың рухына бағыштап. Несіпбай қызы Анифаштың бағыштап. Ұзақбай баласы Көкжалбектің рухына, Сыздықтың рухына бағыштап. Рысқұл қызы Ділданың рухына, Базарбек қызы Сәлиманың рухына бағыштап. Жүсіпбай қызы Турбикенің рухына, күйеу баласы Ахметұлы Әбжанның рухына бағыштап. Жұмабай баласы Аманжолдың рухына, Аманжолдың баласы Сұлтанның рухына бағыштап. Сарке баласы Солағайдың рухына бағыштап. Сарке келіні Дүйсенбай қызы Ұлтуардың рухына бағыштап. Солағай баласы Шотанның рухына, Сәрсенбайдың рухына, Сыздықтың рухына бағыштап. Солағай қызы Балбикенің рухына, Күлзипаның рухына, Олтусының рухына бағыштап. Солағай келіні Биназ қызы Күләйланың рухына бағыштап. Сыздық балалары Ыдырыстың рухына, Ыдырыс баласы Аястың рухына бағыштап. Сыздық қызы Гаухардың рухына, Гүлшаттың рухына бағыштап. Маханың баласы Кәрсенбайдың рухына, Кеңесбектің рухына, Елібайдың рухына, Қалыбайдың рухына бағыштап. Махан қызы Әйнектің рухына, Шәкіштің рухына, Үмі Гүлшінің рухына бағыштап. Маханның келіні Оралбек қызы Бекзаданың рухына бағыштап. Шайхислам қызы Жібектің рухына бағыштап. Маханның күйеуі баласы Жаппарұлы Саттардың рухына, Әбдешұлы Үрістен рухына, Қартабайұлы Болаттың рухына, Шымырқұлы Әбдіманаптың рухына бағыштап. Көкжалбек қызы Қалжанның рухына, күйеуі баласы Шымырбекұлы Сәбеттің рухына бағыштап. Көкжалбектің баласы Әбу Бәкірдің рухына, келіні Кемпірек қызы Мейрамкүлдің рухына, Сыздық баласы Әсенбектің рухына, Сыздық қызы Сәуленің рухына, күйеуі баласы Әжбайұлы Бәйміштің рухына, Бәйміштің ұлы Айтайдың рухына, Бәйміш қызы Гүлнардың рухына бағыштап. Тасын баласы Дулаттың рухына бағыштап. Тасының қызы Күлзипаның рухына бағыштап. Кеңесбектің қызы Нұрзипаның рухына бағыштап. Күйеуі баласы Әбдірахманұлы Расылханның рухына бағыштап. Кеңесбек баласы Мұраттың рухына бағыштап.
Жомарт қызы Гүлжахра нұрын бағышады. Серікби қызы Мира нұрын бағышады. Қойсаймас баласы Ахат нұрына, Қойсаймас келіні Керімбек қызы Ұлтай нұрына бағышады. Шал баласы Кенжебек нұрына, Қуатбек нұрына, Шал келіні Манкен қызы Бүбігіл нұрына бағышады. Қуатбек баласы бар болсын нұрына бағышады. Алла Тағала бүгінгі есімізге алып атқан Мақам баласы тасын кәриямызың Аллаху Тағала жатқан жерін жарық болсын. Жандар жанатта болғай, тәңір қабатай. Қабырларын Алла Құран нұрмен ұландырып, қиямет күнде мақшар майдын Алла өз рахметімен пайғамбар шабан нәсіп кес. Алла. Рахмет. Аумин.